Ассаламу алейкум. Құрметті жамағат, баршаңыз қош келдіңіздер. Ниет тілектеріңізді Аллах Тағала қабыл етсін, қадамдарыңыз сауаптан болсын. Бүгін елімізге, ортамызға, кең жылойға, Қазақстанға танымал, белгілі теолог, РАНД мүшесі, Республикалық ақпарат насихат тобының мүшесі, Кентау қаласы, Балаби қарилар орталығының директоры, Арман Қуанышбай Баймаханұлы ұстазымыз ортамызға келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіз. Алла разы болсын. Арман ұстазымыздың насихатын тыңдап, барлығымыз ықыласта ниеттеніп отырайық. Аллах Тағала баршамыздың ниет ықыласымызды қабыл етсін. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулиллахи, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар. Алланың үйлерінің бір үйінде халық Алланың зікірі үшін деп жиналатын болса, зікір деген сөздің мағынасын түсінбекшіміз ғой. Алланың зікірі деп халықтың бірі жиналатын болса, сол жерге періштелер үймелейді екен. Періштелер нұрдан болған халық. Және Алланың нұры жауған жерге үймелейтін халық екен. Сонда сол жерге Алланың нұры жауып тұрады екен. Соған періштелер үймелегені сонша 7 қат көкке шейін бірінің үстіне бірі шығып кетеді екен. Сонда Алла Тағала өзі білуші болса да сұрайды екен дейді. Не болып жатыр мұнда? Бір періште тұрып айтады екен: "Я Раббым, сен білушісің. Бұл жерде Алланың зікірі, сенің зікірің болып жатыр. Соған біз үймелеп отырмыз" деген екен. Сонда мені еске алып жатқан пенделер болса, сол жерде отырғандардың күнәсін кештім, сендер куә болыңдар дейді екен. Сонда бір періште тұрып айтады екен: "Я Аллахым, анау кісі сенің зікіріңе келген жоқ. Негізі анау жанындағы досы ертіп келе салды. Жүр деп алып келе қойды. Оны да ма дегенде, соны да деп айтады екен." Құрметті бауырлар, Алланың зікірі деген түсінік бар. Алланы еске салу деген. Құран-ы Кәримде "Уа иман келтіргендер, Алланы көп еске түсіріңдер" деген аяттар бар. Таңнан кешке шейін Алланы зікір етіңдер дегенде аяттар бар. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір әсем хадисі бар: "Сіздерге алтыннан да күмістен де артық жақсы нәрсе үйретейін ба?" дегенде, я Расулаллах" дегенде, бұл Алланың зікірі деп айтады. Және бір сөзінде тілің Алланың зікірінен құрғамасын деп айтады. Алланың зікірі. Арабтың сөзі бұл. Зікір деген сөз еске түсіру деген сөз екен. Бірақ бұл термин сөз болғасын барлық тілге бір ортақ түрінде қолданады. Мағынасы еске түсіру. Түпкі мағынасы. Бірақ оны қолдану әдісі бар, оның түрі бар, оның орны бар екен. Және сізбен бізге алып келетін пайдасы бар екен. Сол нүктелерге кіріп шықсақ. Алланың зікірі дегеніміз Алланың атын айтып еске түсіру. Сізбен бізге белгілі болған Алланың есімдері Құран-ы Кәримде және Сахих сүннатта 99 Алланың есімі бар дейміз. Ғалымдарымыз айтады, Алланың есімі өте көп. Бірақ бізге үйретілгені 99 дейді. Бізге келгені, үйретілгені 99. Ал енді 100-шісін Құран-ы Кәримде жасырылған дейді. Сол үшін сондай бір есім дейді, оны оқыған адамның дұғасы тоқтаусыз қабыл болады дейді.
тоқтаусыз қабыл болатын бір есімі болады екен, сырлы. Тағы да таңғаласыз, сонда есімі болады ма сонда десе, иә. Оған дәлел, бір күні Сүлеймен деген патшаның алдына, бұл уақиғанда білетін шығарсыздар, Худ-Худ деген бір құс ұшып келеді, жиналысқа кешігеді. Сол жиналысқа кешіккенде Сүлеймен патша ренжиді. Бірақ ренжісе де әлгіге сынақ ретінде неге кешіктің деп сұрақ қояды. Ол құс айтады, мен бір елді көрдім, Иемен деген жер. Иемен деген жер, мен сол жақтарда оқығанмын. Сол елден ұшып келе жатырмын. Ма'риб деген елді мекен бар. Иемен деген үлкен елде Ма'риб деген жер бар, өлке бар. Сол жерде бір патша бар екен. Былқыс деген патша бар. Әйел кісі. Рең десе реңі бар. Сондай бір кереметтей ақылды әйел кісі. Елін басқарады екен. Елі тыныш, аман екен. Өте бай тұрады екен. Әскері де мықты екен деп мақтай жөнеледі. Сонда мақтап болғаннан кейін қандай ел деп таныстырып атқанда бірақ айтады, ол ел Алланы танымайды екен дейді. Содан Сүлеймен патша айтады, ендеше мен сенің шын сөзің, жалған сөзіңді тексерейін. Сен сол елге мына хатты жеткіз деп, иннаху мин Сулеймана, иннаху бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастап, бұл Сүлеймен патшадан, бұл жалғыз Алланың атыменен басталған хат деп хат жазады. Хатта бір ауыз сөз айтады. Уа халайық, мен Сүлеймен пайғамбармын. Маған иман келтіріңдер, бойсыныңдар. Егер олай болмаса, мен сендерге әскермен барамын деп сөзбен хат жазып жібереді. Содан әлгі хатты құс алып барып тастайды Былқыс патшаның алдына. Патшаның алдына хат түседі, таң қалады, бір құс алып кеп тастап кеткеніне. Хатты ашып қараса, әлгіндей жазу бар. Енді не істейді? Жандағы уәзірлерді шақырып алып сұрайды екен. Уа халайық, бізге осындай бір Сүлеймен деген кісі әскермен келем дейді. Олай жасайым, бұлай жасайым дейді. Алланың пайғамбарымын дейді. Бұл не болды десе, жұрт айтады, соғсам десең, біз соғсамыз. Әскеріміз де бар, халқымыз да батыр. Десе, бір кісі тұрып айтады, соғысуға патшайым, құрметті патшайым, соғысуға әрдайым күшіміз жетеді. Бірақ сол кісіменен танысқанға не жетсін? Барып көрейік. Мүмкін бір мақтаншақ шығар, мүмкін бір өтірікші шығар, мүмкін науқас шығар. Науқас болса емдейік, мақтаншақ болса орнына қояйық. Барып танысайық дейді. Соныменен жақсы біз барамыз деп кері хат жазып жібереді әлгі құстан. Құс оны алып кетеді. Сүлеймен патша Былқыс патшаны қарсы алуға дайындалады. Сүлеймен патша Иерусалим жерінде отыр. Қазіргі Палестин жері. Ал енді Йемен бұл оңтүстік, сол Евразия түбегінің оңтүстігіндегі орналасқан жер. Екеуінің арасы 4000 километр шамасындағы жер. Соған Былқыс патшайым әскерімен жолға шығады. Жолға шыққанын біледі Сүлеймен алейхиссалам. Содан жолға шыққаннан дайындайды. Кім осы кісіні таңғалдыратын зат істейді деп, сонда бұл кісі келем дегенше зәулім сарай салдырайық деп, зәулім сарай салдырады. Ол сарайды хрустальдан салдырады, шишадан салады. Бетіне, еденін де шиша қылып, астына су жіберіп, балық жібереді. Бүкіл зәулім сарайдың барлығы шишадан болады. Таңғаларлық дүние. Сонан соң Сүлеймен патша тағы сұрайды. Тағы қалай таңғалдырамыз деп ойланып отырып, кім маған Былқыс патшаның отырған тағын алып кеп береді дейді. Патшаның отырған тағын алып кеп береді.
Сонда ифритун минал джин, жындардың ішіндегі үлкені біреуі келіп, уа патша, мен сізге таң атқан кезден түс қайтқанға дейінгі уақытқа дейін сонша уақыт кететіндей, 4000 километр ойлаңыз. Сол уақыттың ішінде алып кеп берем дейді. Соның тағын көтеріп алып кеп берем. Бір жын айтады. Жоқ, маған тезірек алып келетін керек дегенде, Сүлеймен патшаның уәзірі болады. Асиф ибн Бархия деген. Сол кісі айтады. Құрметті патша ағзам, рұқсат болса, мен сізге алып кеп берейін. Қанша уақытта? Көзіңізді ашып жұмған уақытта. Адам, жын емес. 4000 километрден Былқыс патшаның тағын алып келмекші. Көзді ашасын, қайттан жұмып ашсаң, алдыңда тұрады деді. Болды, онда алып кел деп көзін жұмып ашса, алдында тақ тұрады. Неге деп сұрағанда, Құран-ы Кәримде ол кісіні Алланың есімдерінің бір есімін білуші еді деп айтады. Алланың есімдерінің бір есімін білуші еді. Ойлаңызшы, жүректің ойдың жылдамдығы жылдам ба? Жоқ. Желдей ескен жынның жылдамдығы жылдам ба? Ойласаңыз. Қанша энергия жылдам болғанменен адамның ойынан жылдам дүние жоқ. Алланың жаратқан. Алланың зікірінің соншалықты ұлылығы 4000 километр арғы бетте тұрған дүниені бір сәтте алдырып берді. Бұл Құранда сіз бен бізге насихат қылып айтылады. Алланың зікірінің ұлылығы. Құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да Құран-ы Кәримнің ішіндегі осындай бір есімнің барлығы туралы пайғамбардан келген сөздер болады. Сол үшін бүкіл Құранды бастан аяқ жаттаған қари адамды біз сыйлаймыз. Өйткені ол біліп білмей Алланың сол бір есімін оқып өтті. Сол үшін біз Құранның барлығын толық бір оқыған адамды бата қылып, содан батасын аламыз. Сол үшін дүниеден өтіп кеткен адамға Құран хатым жасатамыз. Бүкіл Құранның бәрін оқы деп. Соның ішінде Алланың бір есімі бар жасырынған. Сол оқылады. Иншалла, сол дүниеден өткен адамды Алла рахым қылсын деп. Ғалымдарымыз жүрек, 3 түрлі жүрек бар дейді. Тірі жүрек, ауру жүрек, өлі жүрек бар екен. Тірі жүрек, Алланы танитын жүрек. Ауру жүрек, Алланы бірде ұмытып, бірде еске түсіріп, күнәға батып жүрген жүрек. Өлі жүрек, Алланы мүлде ұмытқан жүрек екен. Құдай содан сақтасын. Ол мағынада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Адамның жүрегін туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Адам бір болмашы күнәні менсінбей күнә жасайды. Сол күнә жасаған кезде оның жүрегіне дақ пайда болады екен. Ол сонда да менсінбей сол кішкентай күнә ғой деп, екінші күнә жасағанда тағы дақ пайда болады. Осылайша жүрегіне дақ түсе бергеннен жүрегі қап-қара қарағазандай күйе болады. Жақсы менен жаманды ажыратпайтын, адал менен арамды көрмейтін, көр соқыр жүрек болады деп айтады дейді. Бұл жүрек өлген жүрек. Әлгі дақ түсе бастағаннан жүрек ауырады. Ақыры ең соңында жүрек өлген кезде адал мен арамды ажырата алмай қалады екен. Сол үшін болса керек, біз арақты арам дейміз. Бірақ кейбір бауырларымыз оны ішкеннің жағдайын айтам. Ойлаңызшы, адамның көпшілігі бұл дүниеге келгенде пәк жүрекпен дүниеге келеді. Әппақ пәк жүрекпенен. Оған пайғамбарымыздың хадисі куә ғой. Сонда әлгі адам
күнә жасаған кезде қысыла бастайды екен өзінен өзі. Оны білесіздер, кішкентай сәби кезіңізден әкеңізден ұрлап шылым шегіңізші. Ұрлап шегесіз, алдына шеге алмайсыз, жасырынасыз. Содан әсте үйренгеннен әлгі күнәні жасай беруге, ертеңіне әкесімен бірге шылым шегетін болады. Арақта солай. Бірінші ішуге ұялады. Ертеңіне ішеді. Кейін үйренгені сонша көшеге мас халінде жүруге ұялмайды. Оны көрген бала шағасы ұялады. Анау менің әкем деп ешкім айтпасын деп баласы тығылып жүреді жолдастарының арасына. Бірақ ішкен әке ұялмайды. Бұл оның жүрегінің өліп атқаны. Құрметті бауырлар, өлі жүрек Құдайдан ұзақ болады. Дұғасының қабыл болуы қиын болады. Бұл дүниедегі адал мен арамды ажырата алмайтын болады. Құрметті жақсылар, сол өлі жүректі тірілтетін нәрсе зікір болады. Алланың зікірі. Зікірдің түрлері көп екен. Зікір жамағатпен зікір айтуға болады екен. Бір қауымның алдында зікір ететін болса дейді, Алла тағала айтады. Мен де оны одан абзал қауымның алдында зікір етемін дейді. Яғни бір топ адамның алдында Алланы еске түсіріп мақтайтын болсаңыз, Алла тағала сізді де еске түсіріп, сол сіз мақтап атқан адамдардан да артық жерде мақтайды екен. Кімде-кім жалғыз күйінде мені еске түсірсе, мен де оны жалғыз күйінде еске түсірем дейді. Құран-ы Кәрімде «Фәзкуруни әзкуркум, вәшкуру ли, вәлә такфурун» деген аятты имамдарымыз жұма намазда айтады. Енді жұма намазға келмей, оны да ұмытып қалғандарыңыз бар шығар, қалай оқылатынын. Өзі қыбла қарап тұратын бет дейтіндер де бар шығар енді. Құрметті бауырлар, Алланы еске түсірсеңіз, Алла сізді еске түсіреді екен. Жамағатпен айтылатын зікір бар, жалғыз айтылатын зікір бар екен. Алла тағаланың зікірлерінің түрі көп, соның ішінде біреуі тілмен айтатын болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтпақшы, тілің зікірден суланып, тілің судан бос болмай тұрғандай, зікірден, Алланың зікірінен бос болмасын деген өсиеті бар. Пайғамбарымыздың өсиеті бар. Тілің Алланың зікірінен, Алланы еске түсіруден бос болмасын деген. Сонда Алланы зікір етудің тағы бір түрі жүрекпен зікір ету бар екен. Іште, тіл қимылдамайды. Сол іште зікір етудің бір пайдасын айтып кеткім келеді. Мынау ислам тағылымы үш үлкен түрге бөлінеді деп айтады ғалымдарымыз. Бір хадиске сүйеніп. Соның біреуі бұл Аллаға деген иман бөлімі, ақида деп аталады. Екінші бөлімі Аллаға деген іс әрекеттен тұратын іс қимыл бөлімі, оны фиқх зерттейді. Ал үшінші бөлімді ихсан бөлімі. Бұл жүректің тазалығын, пәктігін зерттейтін бөлім бар. Біріншісі иман, екіншісі іс қимылды зерттесе, үшінші бөлім ихсан бөлімі. Қазақстанның мұсылмандар діни басқармасы тарапынан жақында ихсан деген кітап шықты ғой, білесіздер. Ихсан ғылымы туралы, білімі туралы. Алып оқысаңыздар, керемет кітап, насихат қылам. Сол ихсан білімі, ілімі адамның ғибадаты мен Аллаға деген сенімнің
сапасын зерттейтін білім екен. Сіздің оқыған намазыңыздың дәмін, айтқан зікіріңіздің дәмін зерттететін ғылым білім екен. Оған қазір кірерміз енді, кіріп өтерміз. Мен айтпағым, Алланың зікірі соншалықты болатындығы, сол үндемей зікір ету болса, осы ихсан ілімінде сопылық деген тәлім бар. Сол тәлімнің ішінде оның мектептері көп. Біздің өлкеге кең тараған мектебінің бірі Нақшбандия тариқаты. Бұл бабамыз Ахмет Яссауиден кейінгі келген сол тариқатты жалғаушы жол. Сол тариқаттан кейін тағы да 3 негіз қосып, соны тарқатқан жолдың біреуі. Ол Нақшбандия деп аталатын себебі Бахауддин деген кісі адамдардың жүрегін емдеумен айналысқан екен. Адамдардың жүрегін пәктеп емдегені сонша, адамдар ол кісіні Нақшбанд деп атайды екен. Нақш дегені ою, банд дегені сызушы. Адамның жүрегін тазалағаны сонша, оның жүрегіне ою салып оюлайды екен. Ол кісінің тәлімінің ұлылығы сондай дейді екен. Қарапайым қып, әппақ қылып емес, оған тіпті ою салып береді екен да. Тәрбиесі сондай. Осы тәрбие ғылымында адам ішінен зікір етуді үйретеді. Зікір әз-зикрул қалби, жүректің ішінен зікір етуді. Сол зікірдің пайдасын айтады. Адам Алла деген сөзді үндемей, тілінде қимылдатпай, тоқтамай зікір еткені сонша дейді. Оның жүрегі ашылады екен. Аллаға деген жүрегі пәктеледі екен. Енді Аллаға деген зікірдің орындары, оған жеткен жетістіктер де түр-түрлі болады. Бір адамдар Алланы зікір етеді, бірақ Құдай сақтасын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кейбіреулер Алланы зікір етеді, бірақ айтқан зікірлері тілінен тамағына қарай өтпейді дейді. Құдай содан сақтасын. Көп айтады екен Алла деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтып, Аллахумма салли аля Мұхаммад дейді. Бірақ сол айтқан зікірі тілінен арғарай жүрегіне өтпейді екен дейді. Неге? Өйткені оны жүрегі теріс қарап тұрады дейді. Алланың зікірі бұл әсіресе іштен жасалатын зікір риядан пәк болған. Сіздің Алламенен отыратын мінәжатыңыз болып саналатын орын. Мінәжат дегеніміз Алламенен жеке жолығу. Сіз ойлаңызшы, бір әкімге кіріп жеке өзімен сөйлессем екен, ешкім тыңдамаса, маған әкім құлақ салса десе да, қандай болар еді? Ал енді жарайды, енді қала әкімі, облыс әкімі ше, сізді жеке қабылдауында болсаңыз, жарайды, президент ше, сізді жеке өзі шақырса, сізді қабылдаса, сіздің айтқаныңыздың бәріне құлағын салып тыңдаса, қандай күйде болар едіңіз? Айтыңызшы. Зікір дегеніміз Алланы еске түсіру. Алланы еске түсірудің түрлерінің бірі ол Алланың 99 есімін айту екен. Және соған ұқсайтын Алланың сипаттарын айту. Алланы зікірі деп Құран оқуды да айтамыз. Құран-и Кәримде Құранды Алланың зікірі деп те атап кетеді. Ендеше Құранның бетін ашып отырып оқу да Алланың зікірі екен. Алланың зікірі деп намазды да айтады екенбіз. Ең үлкен зікір бұл намаз. Сол үшін біз жамағатпен тұрып зікір етеміз дегеннің бірі сол жамағат намаздарының бірі.
Сол үшін жамағатқа тұрғанда ішімізге ең пәк адамды, барынша мықты білетін адамды қариды шығарып, Құран оқытып артынан тұратынымыз содан. Сіз бен бізге Алланың зікірі не береді? Не нәрсе береді? Алланың зікірі жүрегіңіздің өлуінен сақтайды. Алланы сізге жақын етеді. Оны зікір еткен сайын сіздің зікіріңіз, сіз туралы айтылған сөз Алланың алдында көбейеді. Алланың сізге деген махаббатына орын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды зікір етудің өзі туралы айтылады. Салауаттың өзі зікірдің бір түрі. Пайғамбарымызға салауат айту зікір. Оның бір күшті жері салауаттың. Оған дәреттің қажеті жоқ. Нәжес жер болмаса, болды. Қалаған жерде салауат айта аласыз. Жүріп бара жатып, тұрып бара жатып, жамбастап отырып. Құран-ы Кәрімде айтады: "Уәйзкурун Аллаха қууда". Отырып да, "Ва аля джунубихим", жамбастап да зікір етеді дейді. Пайғамбарымыздың атын айтып салауат айту туралы айтылған сөздерде пайғамбарымыз айтады: "Кімде-кім маған салауат айтса, сол салауаты маған жеткізіледі" дейді. Кейде сол кісінің аты маған аталып келеді дейді бір сөздерінде. Бір сөздерінде маған түрі таныстырылады дейді. Ойлаңызшы. Мыңның алдында сіздің атыңыз пайғамбардың алдында айтылса, миллиондаған пайғамбардың үмметі отыр. Соның ішінде сіздің атыңызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтылып, пәленшенің ұлы түгенше саған салауат айтып жатыр десе, қандай болар едіңіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрмедік, бірақ салауат айттық. Оның пайдасы туралы бір қысқа хадис айтқым келеді. Бір күні бір кісі өзінің зікірі туралы пайғамбарымыздан сұрайды: "Я Расулалла, менің Алладан сұрайтын бір тілегім бар еді. Бір Құдайдан сұрайтын тілегім бар да. Соған арнайы уақыт беріп, мен сұраймын" дейді Алладан. Бірақ сол Алладан сұрайтын кезде зікір айтам. Сол зікірге салауат қоссам бола ма дейді. Әрине қос дейді. Ол салауатты қанша қосам дейді ана жерде. Соның 1/3 салауат қылсам бола ма десе, болады, арттырсаң да дейді. Сол айтқан зікірімнің жартысын салауат қылсам бола ма дейді. Қоссаң да болады дейді. Егер, я Расулалла, сол айтып атқан сөзімнің барлығын салауат қылсам, тіпті өзімнің тілегімді де тілемей ақ қояйын, тоқтамай салауат айтсам бола ма дегенде, болады, тіпті сұрамасаң да Алла тағала сұрайтыныңды береді деген екен. Ойлаңызшы, сіз сұрамайсыз еш нәрсені. Аллахым маған ондай бер, мұндай бер. Жоқ, сұраудың да қажет жоқ. Тек тоқтамай пайғамбарымызға салауат айтсаңыз, Алла тағала сіздің сұрамақшы болғаныңызды да сол салауаттың қасиетінен сізге береді екен. Мына дүниемізге не береді? Мына дүниеде не береді десе, психолог ғалымдарымыз айтады. Білесіз ба? Адамның бақыты қайда екенін, бақыт қайда екенін білесіз ба? Психолог ғалымдарымыз айтады, бақыт адамның жүрегінің ішінде дейді. Окситоцин, серотонин, дофамин дегенге ұқсайтын гормондардың себебінен адам бір хал күйге түседі. Сол күйді біз бақыт деп атаймыз. Медицина тілінде айтсақ. Енді ол күйге қалай түсеміз? Ол күйге түсудің әдістері көп. Олай істе, бұлай істе, ондай қыл, мұндай қыл дейді. Ең сол әдістердің ең керемет әдісі жүрегіңіздің тыныштығын табу екен. Жүрегіңіздің тыныштығын тапсаңыз, сол гормондар бөлінеді екен. Сіз бақытты болады екенсіз. Құран-ы Кәрімде айтады: "Әла bizikrillahi tatmainnul qulub". Біліңіздер, Алланың зікірімен ғана адамның жүрегі тыныш табады дейді.
Ақындарымыз айтып жатады ғой, жаңа жүрегім қайда барасың, ой, жаңа бір нәрсе дамылдап, мұндай буырқандың теңіз болып деп. Иә, ана жүрегі толқиды ғой адамның, рас ол. Сол толқығаннан кейін шығады ана шабыт болып тілінен. Тыныштық іздейді, бірақ таба алмайды сонда да, шабыттан ізденсе де. Әйтсе де, тыныштық ол Алланың зікірінде екен. Құранда айтып кетті, 15 ғасыр бұрын. Ал медик ғалымдарымыз айтады. Жүрегіңді, ойыңды, эмоцияңды, барлық нәрсені, қадімгі, осы тыныш күйде отырып, барлығын бассаң, үндемей. Үндемейді, ой жоқ, еш ой жоқ. Тіл жоқ, қимыл жоқ, еш нәрсесіз. Үндемей, тыныштық тапсаң, бақыт кезеңі дейді. Бақыттың дәмін сезесін дейді. Медик ғалымдарымыз айтады. Ал біз намазда не деп айтамыз? Имам намаз оқып атқанда артынан тұрып, қалай тұр дейміз? Үндемей тұр дейміз. Тіпті артынан, Ханафи мазхабы бойынша, имам оқып атқанда артынан оқуға болмайды. Еш нәрсе оқуға болмайды. Үндемей тұр дейміз. Бірақ, құрметті бауырлар, жүрегіміздің орнын біле аламыз ба? Қазір мен сіздерге 1 минут уақыт берсем, 1 минут үндемей тұра аласыз ба? Еш нәрсе ойламай. Еш нәрсе айтпай. Айтпай, ойламай 1 минут. Көп адам тұрамайды. Себебі оның миындағы басқару жүйесі дұрыс орнықпаған. Ойын жинауды үйренбеген. Ол ойды жинауды концентрация деп атайды. Ой жинау. Сіз егер күніге телефон шұқитын болсаңыз, өте көп. Сол нәрсені құртасыз. Миыңызды отырғызасыз. Соны емдеудің жолы зікір. Алланы зікір етіп, пайғамбарға салауат айтсаңыз, бір мезгіл отырып, миыңызды емдейсіз. Тіпті ғалымдарымыз айтады. Белгілі бір дәрежеде Құран оқысаңыз, сол Құранның дыбысы 900-ден 1000 герц аралығында дыбыс береді екен. Және сол дыбыс адамның миындағы бүкіл клеткаларды реттеп, жүрегін тыныштатады екен. Дыбыстың өзі, Құранның дыбысы. Ойлаңызшы, сіз Құранды түсінсеңіз де, түсінбесеңіз де, арабша білсеңіз де, білмесеңіз де, зікірдің пайдасын қараңыз. Сізге бақыт керек па? Сізге бақыт керек па? Сол бақытты жағдайды сізге сыйлайтын зікір. Оны қазіргі заманауи тілде не деп айтамыз? Медитация деп айтады. Иә, қазіргі тілде модный сөз, ол медитация. Сіз дұрыс медитация жасасаңыз, нерв жүйеңіз орнына келеді, жүрегіңіз тынышталады, бақытты сезім кешесіз. Ойлау қабілетіңізді реттейсіз. Қабылдау орталығын реттейсіз. Жаныңызды тыныштауды үйренесіз. Ойлаңыз, намазда тұрғанда маған көп адам айтады, молдеке, ойлап, намазда тұрғанымда ойым секіріп кете береді дейді. Сондай ма? Қол көтерсінші, ойы тоқтамайтын адамды намазда. Біраз бар, ой мазалай беретін. Сіз зікір айта алмайсыз. Зікір айтып үйреніңіз. Сіздің соның емі. Жеке отырып болсын, жүріп болсын, тұрып болсын, зікір айтуды үйреніңіз. Ла иляха иллаллама, субханаллама, альхамдулиллама, салауат па, басқа ма. Әлбетте оның орны бар. Халқымызда сөз бар, ұстазы жоқтың, ұстазы шайтан дейді. Сіз өзіңізбен өзіңіз әрекет қылсаңыз, одан жеміс таппайтыныңыз содан. Мысал айтайық, осы жат ағымдар дейміз ғой. Кейбір бауырларымыз бар, Құранды қатты көп оқиды. Мешітке кіреді, Құран оқи береді.
Құлағынан анау уағыз бір нәрселер тығып алады, түспейді ол нәрсесі. Жабысқан, бірге туылған анау соткамен бірге. Бірақ түрінен бір нұр көрмейсің ғой. Ана түрін көрсең төбелескің келеді. Бергеш жүрші мына жаққа деп, оны бір қолын алғың келмейді. Онан түр өз мешітке кіргенде де сөйтіп кіреді ғой, өзі екі қол қанат. Қайсың барсыңдар, кін? Беріңдерші деп сөйтіп кіреді де өзі. Өзі ана мешітке кіргенде өзі адам деген, бұл Алланың үйі ғой. Мен күнәһар бейшара бір пендемін ғой деп Алланың зікіріне кірдім деген сезіммен кірмейді. Жоқ, болай. Кәдімгі қанат, екі қол жаңағы қайсың деп тіке қарап адамға бүйтіп адырайып о деп өтіп кетейін мен арғы бетіңе деп көзбен. Ойласаң бір Құдайды зікір ететін адамға ұқсамайды дейсің ғой, немене анау деп. Ал оқып атқан Құраны қайда оның? Оқып атқан намазы қайда оның? Неге әсер етпейді бетіне? Өйткені зікірдің өзі ұстаздан ұстазға қолма-қол тәрбиемен келетін дүние деп айтады. Қарасаңшы, ұстаздан ұстазға қолма-қол келетін дүние. Кімде-кім 5 уақыт намаз оқып болғаннан кейін, намазынан кейін 33 рет Субханалла, 33 рет Әлхамдулилля, 33 рет Аллаху Акбар, және 100-шінде Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мүлк ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтатын болса, ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешіреді дейді Алла Тағала. Теңіздің көбігіндей көп болса да кешіреді дейді. Ойлаңызшы. Бір ауыз сөз. Тіліңіз құрғамасын. Зікірді көп айтқан сайын, зікірді көп еске түсіріп, Алланы еске түсіріп айтқан сайын, сіздің ойлау қабілетіңіз, ойды жинау қабілеттеріңіз өте көп артады. Құрметті жақсылар, осы бір отырыста пайдалана отыра менің айтқым келетіні, Алла Тағала бірлігімізден, тірлігімізден айырмасын. Сізді бізді біріктіретін нәрсе көп. Құбыламыз бір, дініміз бір, пайғамбарымыз бір. Уа халайық, мынандай басымызға ауырлық түскен сәттерде ауызбіршілігімізді құртпай, елімізге тыныштығын тілеп қалайық. Елімізге көп-көп дұға жасаңыздар, жұртымызға көп-көп дұға жасаңыздар. Осындай тыныштықтың арқасында көптеген жетістікке жетіп атқанымызды ұмытпаңыздар дегім келеді. Уа жақсылар, мынау мешіттің бұндай толатындарын бұрын, мысалы, өздеріңіз ойлаңызшы, әуелден мешітке келетін осы Құлсарының азаматтары болса білетін шығар, 90-шы жылдары бұл қандай болған? 90-нан кейінгі кезде, 2000-шы жылдар мешіт толдау дегеннің өзі қанша келетін бар жоғы? Қазіргі кездегі мешітке деген халықтың ықыласы қандай екендігін. Алла Тағала жүрегімізді өзіне қарай тарта берсін. Аллаға деген иманымыз арта берсін. Және құрметті бауырлар, айтатыным, Құдайыңызды ұмытпаңыз. Алланы зікірі деген сөз Құдайды ұмытпау. Құдайыңды ұмытпа. Мансаптың егесі болсаң да, бай болсаң да, кедей болсаң да, көпшіліктің арасында тұрсаң да, жеке тұрсаң да, қайда болсаң да Құдайыңды ұмытпа. Баратын жерің Алланың алды. Бір күні келіп, бекер айтпайды. Ахмет Яссауи бабамыз айтады. 4 аяқты шабан ат, 4 аяқты ағаш ат, бір күнде саған жетер-ау дейді. Шаппайтын, бірақ бәріне жетіп алатын 4 аяқты ағаш ат бар, табыт деген. Сіз қанша шапсаңыз да, қандай жүйрік мінсеңіз де, елден асып атаңыздан арыстандай ассаңыз да, жұлдыздай жоғары шықсаңыз да, 4 аяқты ағашат бір күні сізге жетеді. Сол жетер уақытта Алланың Ла илаха иллалла деп айтуды Алла сізбен бізге жазсын. Соны айтып кеткен адам жәннати деп айтады. Пайғамбарымыздың мутаватир хадисі бар. Бірақ сол айтуды үйрену үшін адам дағдылану керек екен, машықтану керек екен. Яғни қайта-қайта айтуға жаттығып алған болу керек екен. Медиктарымыз айтады, бір медик жігіт айтады. Бір жігіт
Жас жігіт авария болды дейді. Арқасынан бардым. Скорыймен барған ғой енді. Қарасам, қал үстінде жатыр екен дейді. Жол уақиғасы болған, қал үстінде жатыр. Анау қандала қысылып қалған машинаның ішінде. Шықпайды ол, болды дейді. Сол быт-шыт шығып тұрған машинада магнитофон айғайлап тұр дейді да. Жаңағы сәулем-ай, күнім-ай деп айғайлап тұр дейді. Өшірдім дейді. Сөйтіп, ақтық сапары ғой. Ла иляха иллалла деп айт. Ла иляха иллалла деп айт десем, сәулем-ай, сәулем-ай деп дүниеден өтіп кетті дейді. Өлең айтып. Кім мына дүниеде немен өтсе, немен өмір сүрсе, соныменен жан тапсырады. Мен сол үшін айтам. Алланың зікірін көп айтыңыздар. Алланың зікірін сонша көп айтқаныңыз, тіліңізден, аузыңыздан сол нәрсе шығып кететіндей дәрежеде көп айтыңыз. Өзіңіз автоматтық түрде шығып кете беретіндей. Сонда неге екенін айтайын ба? Адамның жаны шығатын кезде ми істен шығарылады екен ғой. Орыс тілінде айтқанда отключка. Ми тоқтайды екен. Тек тіл сайрайды екен ғой, автомат. Сіздің ішіңізде не бар, сол сайрайды. Сол үшін ана медиктарымыз айтады, адамға наркоз берген кезде, кейбіреулер балағат сөз айтады екен, жан-жағын бәрі қырып бітіреді. О, әкеңнің, шешеңнің деп жібер. Өйткені оның іші соған тола. О, соған айтып үйреніп қалған ғой. Одан басқа сөз білмейді ол. Миын өшіріп тастаса, сол бірден әкеңнен бастайды. Бірақ кейбіреулер өлең айтады. Біреу шет тілінде сөйлейді дейді. Бауырлар, миыңыз тоқтап қалғанда да тіліңіз Алладан ажырамайтын қалге жету, бұл сіз тарапынан, бұл өмірде жеткен жеңісіңіз. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады, иманды адамдарды Алла тағала дұрыс сөзбен қуаттайды жан тапсырар уақытта дейді. Жан тапсыратын уақытыңызда ла иляха иллалла деп айту, Алланың зікірмен дүниеден өту, бұл патшалардың патшасы жете алмаған, батырлардың батыры жете алмаған, ғалымдардың ғалымдары жете алмаған Алланың нығметі. Алла содан айырмасын. Енді дұға қылудан бұрын бірнеше сауалдарға рұқсат берсеге, сөйтіп отырысымызды аяқтасақ. Сауалдарыңыз болса айтыңыздар. Көкейіңізде жүрген, осы көпшіліктен сұрайым деген, көпшілікке пайдалы деген, өзіме пайдалы деген сұрақтарыңыз болса. Сұрақтың да орны бар, сұрақтың да түрі бар, құрметті бауырлар. Жын сұрақ бар, шын сұрақ бар, сын сұрақ бар деп айтады ғой. Өзінің білгенін сынау үшін сұрайтындар бар. Мен емтиханға келген жоқпын, құрметті бауырлар. Жын сұрақ бар, ана біреуін сындыру үшін айтады, анау екеуміз ерегісіп қаламыз, сосын мен мына кісіні сындыру үшін, молдеке, анау мынандай деп айтшы беріңізші, дұрыс па деп. Мен ол дұрыс екенін біліп тұрмын, мен мына кісіні төмендетуім керек та ана жерде. Сол мағынадағы сұрақ бар, ол сұрақтың қажеті жоқ. Шын сұрақ бар, білмейтініңіз бар. Мынандай да сөз бар. Білгенінен ұялып, сұрамаған адам өзіне залым дейді. Білмегенін ұялмай, сұрап алған адам ғалым деп айтады. Білгеніңізді сұрап қалыңыз. Дидар ғанибет дейді. Бұл өмірде қайта жолығамыз ба, жоқ па? Бір келіп қалған екен біз алдыңызға. Сауалыңыз болса сұраңыз, шамамыз жетсе жауап берейік. Ондай қазіргі үлкен проблемалы мәселелердің бірі жаңағы бөлушілік, бөлінушілік. Әркім әр жаққа тартады дегендей. Енді сондай жағдайда біздер әр жамағат өзі қандай ұстанымда болу керек, яғни қандай мәміледе болу керек. Және сол бөлініп жүрген адамдармен қандай мәміледе болу керек. Алла разы болсын. Сол мақтанамыз, біз сан ұлттымыз, сан діндіміз, барлығын бауырымызға басқанбыз, кеңбіз деп. Сондай әзіл бар. Бір күні бір ұстаз шәкірттерімен кетіп бара жатса, бір топ ит жатыр екен да, бірінің үстіне бірі мініп ұйықтап жатыр екен.
Сөйтсе бір кісі мақтанады дейді, о шіркін ай, қарасаңшы ана иттің достығын. Бірінің үстіне бірі мыжып жатыр, бірақ бір-біріне сабыр қылып, аяғын басымен басып жатса да, жаңағыдегі ешқандай не қылмай үндемей жатыр, аяқ басы басылып жатса да. Қандай керемет достығы анау десе, ұстазы күліп айтады дейді, арасына бір сүйек тастасаң достығын көресің деп. Расында да, құрметті бауырлар, адамның жануардан айырмасы бар. Сіз бенен біз дін исламын қабылдадық. Мүмкін ойларымыз сан түрлі. Үйреніп атқан ұстаздарымыз сан түрлі. Бірақ бұл нәрсе бізді бірліктен айырмау керек. Бір нәрсе бар, бұл біздің мешітіміз біріктіріп тұр. Біздің қыбыламыз біріктіріп тұр. Намаздың біріктіруін осының мысалы қылғым келеді. Қазір бәріміз тұрып құптан намазын оқимыз. Қанша имам болады? Әр жамағаттан бір имам шыға ма? Жоқ, бір ғана имам болады. Пайғамбарымыз айтады, кімде кім намаз оқығанда дейді, имамнан озып кететін болса дейді, қиямет күні Алла тағала сол озып кеткен адамның басын есекке, доңызға айналдырып қояды дейді. Іс қимылда да, тұрған сапта да имамнан оза алмаймыз. Сапта да имамнан озуға болмайды, іс қимылда да имамнан озуға болмайды. Бұл біздің бірлігімізді көрсетеді. Бұл бір саптың өзін қараңызшы, жасы үлкен де кіші де тұрады бір сапта. Бай да кедей де тұрады. Білімді де білімсіз де тұрады. Үлкен де кіші де тұрады. Барлық ұлт, Құдай деген адамның барлығы бір сапта тұрамыз. Бұл бірліктің белгісі. Бір адам иіліп сәжде қылса, біз де иіліп сәжде қыламыз. Ол иілмей тұрса, біз де соны күтіп тұрамыз. Осыншалықты біздің бірлігіміз. Бұл нәрсе сізді бізді күніге үйретеді. Содан үйренбеген адам, намаздың пайдасын көрмеген адам. Сол үшін түркте бір ғалым айтады. Егер сенің жүрегіңде иман намазға жықпаса, иманыңды қара дейді. Егер сенің намазың жамандықтан қайтармаса, намазыңды қара дейді. Бұл ол кісінің де сөз емес, тіпті ол кісіден ілгерірек өткен сәләф салиғымыз Абдулла ибн Мас'удтың сөзі. Абдулла ибн Мас'уд «Инна салата танха анил фахшаи вәл мункар» деген Құрандағы аятқа расында да намаз ұятсыз Алланың қайтарған істерінен тосады деген аятқа түсіндірме ретінде пайғамбарымыздың бір сахабасы айтады. Егер сен намаз оқысаң және сол намазың сені жамандықтан тыймаса, сенің намазың сені дозаққа алып бара жатыр дейді. Намаз да дозаққа алып барады ма десе, Құранның аяты бар. Вайлулли куллил мусаллин аллади не дейді? Фавайлуллил мусаллин алладина хум ан салатихим сахун деп айтады. Намаздарын немқұрайды оқыған намазхан адамдарға қайғы қасірет болсын дейді. Немқұрайдылық не деген кезінде тілі айтады, бірақ жүрегі оны істемейді деп айтады. Сондықтан аузыңыздан Алла шықты ма, тіліңізді тыйыңыз, көзіңізді тыйыңыз, қол аяғыңызды тыйыңыз жамандықтан. Бір-бірімізге жақсылық тілейміз. Мешітке кіргеннің өзінің әдебі бар, мешіттен шыққанның өзінің әдебі бар. Мұсылманның 6 ақысы бар, ертең қияметте сұралатын. Сол ақыдан да сұралып қалмаңыз. Сол үшін айтатым, құрметті бауырлар, мүмкін сан түрлі пікірде шығармыз, мүмкін сан түрлі мазхаб ұстанатын шығармыз, сан түрлі намаздың түрін оқитын шығармыз. Бірақ бұл нәрсе сізді бізді бірліктен шеттетпеу керек. Сізді бізді осы мешіттің қызметінен, Алланың үйінің қызметінен тоспау керек. Кейбір бауырларымызға мешітте асар болып жатыр, мешітке бір жәрдем керек деп айтсаңыз, үйінің шаруасымен жүреді, немесе ол мешіт ана пәленшелердің мешіті, мен мына жақтамын деп өзінің руын, өзінің көзқарасын бөліп алып кететіндер бар. Құдай содан сақтасын. Құрметті бауырлар, айтыңыз. Қазіргі уақытта әйелдер, қыздар мысалы
хиджабты немен киіп жатады, трикомен, шалбармен киіп жатады. Сол жайында пікір айтсаңыз. Жақсы. Алла разы болсын. Рахмет, Алла разы болсын баршамызға. Құрметті бауырлар, мен жеке бір адам туралы, бір топ туралы, жамағат туралы сұрасаңыз, ол туралы негізі еш нәрсе айтпаймын. Бұл біреуді жамандайтын, біреуді мақтайтын, біреуге тәзкие алатын жер емес. Барлық адамның қатесі бар, барлық адамның айтқан сөзінің дұрысы бар. Барлық адамнан сөз алынады, сөз тасталынады. Сол үшін мен айтпақ болған бірнеше нүктелер бар. Құрметті бауырлар, енді сөзден сөз шығады дейді ғой. Мәшшиду дирар деген сөз шығады. Бір сөз қозғалады. Пайғамбарымыздың заманында бір адамдар мұсылмандарға зияндық қылам деп арнайы мешіт соғып, пайғамбарды өлтірем деп бірге сол мешітте күніге жиналып, сол жерде исламға, мұсылмандарға қарсы ой ойланады. Сол мешітті бұзуға Алла Тағала Құранда аят береді. Енді кейбір бауырларымыз өзінің сөзінде ашудың себебіменен, егер мешіттерде Алланың сөзін айтқызбаса, сізге қарсы келетіндей мұсылмандарға қарсы әрекет қылса, ол мешіт зарар мешіттері, ол мешіттерді қирату керек деген сөз, бұл ашумен айтылған қате сөз болады. Мәшшиду дирар деген сөздің үкімін фиқ кітаптан болсын, басқа жерден ашып айтыңыз. Фиқ кітаптарында егер мешіт Алланың ризалығы үшін деп бастап салынса, одан кейін сол мешітке біреулер, бір қате пікір ойлайтын адамдар келіп алса, ол мешіт оған кінәлі емес. Мешіттің оған ешқандай қатысы жоқ деп пәтуа беріледі. Екінші нүкте. Екінші бір нүкте, құрметті бауырлар, сынақпен айтылады, дұрыс айтылады. Бәр нәрсенің өзінің орны бар. Сол сын айтылғаннан кейін, сол сынның жанында пікіріңізді жұмсақтықпен жеткізесіз. Құран-ы Каримде айтады: «Уәжадилу биллати хия ахсан». Әхлі кітап егелерінің өзіне, әхлі кітап егелерінің өзіне. Ойлаңыз, әхлі кітап егелерінің өзіне. Таласатын болсаңдар, оларға абзалырақ сөзбен таласыңдар деп айтады. Көркем мінез жағынан асып өткеніңіз ең абзалыңыз болады. Сөз таласта. Мүмкін бір пікіріміз бір-бірімізбенен қайшы болып қалар. Пікіріміз қайшы болып қалса, пәленше деген адам үйтіп айтуға болады, түгенше деген болады деп отырып, сіз білгеніңізді айтып, досыңызды жамандасаңыз, сіздегі не достық қалды? Бәлки бұл жерде сын айтасыз ба, адамның есімін атап айтылмайды. Пайғамбарымыз бір адамның атын айтып сын айтқан емес. Екіншіден, сын айтасыз ба, көпшілік халықпен айтады. Бізде деп өзін қосып айту керек. Өйткені сен содан болсаң, сен мұсылмансың ғой, жаның ашып жатыр. Бізде осындай қателік бар. Содан, сол қателіктен бәріміз шеттелейік деп айтамыз. Ал сенде сондай қателік бар, содан қаш де, ол насихат болмайды. Ол айтап болады, ол мәләмә болады. Ол біреуді жамандау, жамағатты бөлу болады. Бір күнә іс, жаман іс болса, сол істің өзі айтылады. Құрметті бауырлар, біздің арамызда мынандай бір жаман іс, пайғамбарымыздың жолына сай емес іс белең алып баратыр. Содан тездейік, содан қашайық деп халыққа бір қылып, істі бөтен қылып айтылады. Насихат айтуның өзінің орны, өзінің жолы бар. Мүмкін бір адамның пара алғанын көрген шығарсыз. Мүмкін бір адамның қателік жасап атқанына куә болған шығарсыз. Бірақ мен сізге мысал айтамын. Шариғат бойынша қалай болады? Бір күні Омар халифа бір әйел кісінің бір еркекпен зина жасап жатқанын көреді. Ел аралап жүріп көреді. Көргеннен кейін не істейді? Соны айтайын десе, жақ бір өзі. Көзбен көрді бірақ.
халифа жазаламайды. Әзіреті Алиге барады. Сол кезде Әзіреті Али қазы екен. Сол қазидан сұрайды, мен кеңеске келдім дейді. Бір нәрсені айтуғамыз, кеңес. Осындай бір нәрсені бір адам көріп қалса, не болады дегенде, ей Омар, егер сол көрген нәрсеңе 4 куә болса, мен қабылдаймын дейді. 4 куә алып келмесең, саған дүре соғам дейді. 80 дүре соғам дейді. Зинаны көріп тұрса да. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Мүмкін бір адамның қателігін көрдіңіз. Сіздегі мақсат қателікті түзеу ма, жоқ жұртқа жариялап айтып, сол жерді дау қылу ма? Қателікті түзеу болса, қалай түзеледі? Айтыңызшы. Бір адамның қателігін көрсеңіз не істейсіз? Жариялыға жар саласыз ба? Ва, халайық, пәленше деген, шылым шеге деген. Мен көріп қойдым. Ей, бауырым, сен шылым шекпе. Насихат болды ма? Насихат па? Жоқ, ол насихат емес. Ол ананы шұқылап, оның айыбын ашу. Насихат дегеніміз бөлек айтылады. Жеке айтып көреді. Қабылдамаса не дейді? Қабылдамаса кешірім сұрайды. Осы нәрсені еш нәрседе ешқандай қалсын сол нәрседе деп. Мақсат сізде түзету болса, тағы да одан да бұрын ойлана аласыз. Мен барсам, менің сөзімді пәленше қабыл қыла ма? Мысалы айтақ, сіздің жасыңыз кішкентай. Сізден үлкен бір ағаңыз бір күнә жасайды. Барсаң, сенің айтқаныңды қылмауым ықтималы көбірек болса, не істейсіз? Сонда да барасыз ба? Жоқ. Соған тілі өтетін адамды іздейсіз. Басқа кісіні іздеп, ана кісіге тілі кімнің сөзі өтеді екен, кім о кісіге дұрыстап айталады екен деп, анадан, манадан айтып, жұмсақ қылып жеткізіп, осы жаманыз, содан қашайық деп, сол нәрсені жауып, сол нәрсені тоқтатып, сол нәрсені аррақ қыламыз. Ал енді сол нәрсеге сіз өзгерте алмайтын болсаңыз ше, күшің жетпейді. Өзгерте алмайсың, бір күнә істелінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір іс болатын болса, оны тіліңмен қайтар, қолыңмен қайтар, болмаса жүрегіңмен қайтар деген сөздерді айтылады ғой. Сон сөзде қолыңмен қайтар деген ғалымдарымыз айтады. Бара салып сол жерге төбелес шығар деген сөз емес. Қолыңмен қайтар деген сол жерде қолыңмен тоқтата алуға қауқарың жетсе дейді. Қауқарың жетсе деген сөз, мен барлық адамның алдында таяқ жесем де қауқарым жетеді емес. Соны тоқтатуға, нағыз тоқтата алсаң, сенің айтқаның істесе, сол жер дау болып, фитна болып кететін болса, не істейсіз? Тілмен қайтарасыз. Дау болып, фитна болып, тілмен жеткізе алмайтын болсаңыз, не істейсіз? Жүрегіңізбен қайтарасыз. Ол жерді дау қылып, лапылдатып, шаңғытып, шаңын шығармайсыз. Түзету айтқанын мысал қылып айтқым келеді. Бір күні бір мешітке бір адам Йемен жерінен таудан түседі. Сөйтеді да, пайғамбарымызға иман келтіріп отырады да, дәрет қыстап кетеді да, тұрады да, мешітке дәрет сындырады ғой, сол жерде тұрып. Сода сахабалар ашуланып, ей, анау не істеді? Ей, қойсай десе, пайғамбарымыз айтады, үндемеңдер дейді. Бітірсін де? Сіз ойлаңызшы, дәрет сындырып атқанда біреу тоқтата аласыз ба? Сіз үстіңізді де бәрін білдіресіз ғой. Ол тоқтай алмайды енді, ол тоқтасын енді, өз табиғи тоқтасын. Тоқтағаннан кейін айтады, түзетудің ісін қараңыз, ана жерге бір шелек су сеп дейді, мәселе шешілді. Болды, таласатын мәселе жоқ. Бір шелек су сепсең, ана дәрет сындырған орын тазарды. Ал енді соны істі қайта істемес үшін енді анау адаммен сөйлесу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не істейді? Халайық, мешітке дәрет сындырмаңдар. Жоқ, ондай айтылмайды ғой. Немесе біздің арамызда дәрет сындыратындарымыз бар. Алла тағала оларды деп тұрып үйтіп айтамыз ба? Жоқ. Қалай айтамыз? Ана кісіні алдына шақырып алады, тізесіне тізесін қояды да, бұл Алланың үйі, бұл жерде ғибадат, құлшылық, зікір жасалатын орын. Ондай дүнияуи істер мешіттің сыртында жасалады дейді. Болды. Бір ауыз сөз. Өзіне ғана. Сонда анау араби, ана бишара таудан түскен арабтың ырза болғаны пайғамбарымызға, ана жұртқа ренжіп отыр ғой. Пайғамбарымызға риза болып отыр. Сосын қолын көтеріп айтады, Аллахым, маған риза бол, мына пайғамбарымызға риза бол,
жаңағы кеңшілік мархаматыңды бергейсің, қалғандарына берме дейді ғой. Ренжиді ғой енді. Сонда пайғамбарымыз тағы күліп айтады: Алланың кең болған мейірімін тарғып қойдың ба дейді. Сосын қайтадан амал жоқтан: Аллахым, осы отырғанның бәрін мейіріміңе бөле деп айтады. Құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біреудің қателігін бетіне баспайды. Біреудің сенің қатең мынау деп көзін шұқымайды. Бір жерде қателік көрсеңіз, соны түзетем деп ойлап, соны түзетем деп оң жағынан, сол жағынан реттеп, соны түзетуге әсері бар адамдарды айтады. Егер адамдар түзете алмаса, жалпы мағынада, құрметті бауырлар, сіздің біздің осындай ауруымыз бар. Сол нәрседен шет болайық, сол нәрсеге басқа жолға түсейік деген жолдарды айтады. Жанына жамағат жинап алып, басқа жамағатпенен қарсы болып, бір-бірін көзін шұқып отыру біздің дінімізде бөліну деп аталады. Дін бауырымыз бәріміз. Сенікі дұрыс, менікі дұрыстың арасы кітаппен шешіледі. Кітаппен шешіледі, таяқпен емес. Сол үшін, құрметті бауырлар, біздің дінімізді дұрыс ұстаныңыз. Бір кісіні мақтау, бір кісіні даттау, бір адамның атын айтып, соны тыңдауға бола ма, болмай ма, пәлен деген жамағатты тыңдауға бола ма, болмай ма деп айтудың өзі бөліну. Бәлки істі айтыңыз, нақты. Осындай арамызда осындай бір іс бар. Мысал айтайық, арамызда нәскиіне масих тартатын адамдар бар. Шариғат бойынша мәсіге ма жоқ, нәскиге де масих тарта беруге бола ма? Оның орны қандай деп сұрасаңыз, сосын білетін болса жауабын береді. Отырып алып, Наски пайғамбарымыздың заманы кезінде болмаған, сіздің біздің аяғымыздағы Лимакс деген Қытайдың заводы жұмыс жасамаған о кезде. Сондықтан бұл нәски шықпаған екен. О кезде Қытай ағайындар нәски шығарумен айналыспайды екен. Енді не істейміз енді? Қытай Аравиядан ұзақ екен. Ол нәски болмағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ол туралы хадисі жоқ. Ал пайғамбарымыздың заманында кейбір нәскилер аяқ киімнің сыртынан киіледі екен. Сыртынан киілгесін ол капрон бола ма? Жоқ, ол қалың болады ол. Ол жол жүруге жарамды болады. Сол үшін мәсіге ұқсататынымыз содан. Мәсіге масих тарту 72 жолмен келген мутаватир дәрежесіне жететін хадис. Мәсіге масих тарту рұқсат. Ал нәскиге масих тартудың дәлелі жоқ. Пайғамбарымыздың хадисі келгенменен аудармасы, сөз аудармасы дұрыс болғанменен пайғамбарымыздың кезінде ол зат болмаған. Ол зат иштихадпен шыққан нәрсе, ал біздің заманда мужтахид адам жоқ. Тек жеңілдік үшін кейбір суық өлкелерде студенттер дәреттен қиналып, денсаулығы бұзылғандығы үшін нәскилерге масих тартыңдар деген бір фатуа шыққан. Осы екі түрлі іс арқылы адамның әуреті, ұят жері көрініп қалуы мүмкін екен. Ғалымдарымыз осы екеуінде тыйып айтады. Сол үшін әйел кісінің киімі кең, денесін жабысып тұрған емес, кеңдеу, және арғы беті көрінетін шифон емес, бәлки қалыңдау, арғы бетінде денесі көрінбейтін, денесінің реңі көрінбейтін мата болуы керек деп шешеді. Ал енді оның киім киюінің әдісі әртүрлі. Біреу кимешек киеді, қазаққа ұқсаған. Біреу басына паранжы тағады, ауған халқымызға ұқсаған. Біреу басына жаңағыдай жилбап тағады, араб халқына ұқсаған. Біреу басқа тағады. Әртүрлі киімнің әдістері ол салт дәстүрге, жергілікті мекенге қарай ауыса береді. Мағынасы әйел кісі шашын, сұлулығын, денесін көрсетпей кең киінуі екен. Мағынасы түсінікті шығар деп ойлаймын. Сол үшін әйелдеріңізді, қыздарыңызды киіндіргенде кең киінсін, денесіне тылтиып жабысып тұрмасын, денесінің арғы беті, денесінің реңі көрінетіндей жұқа мата болмасын. Хижабтың мағынасы, шекарасы қысқа түрде осы ғана. Сауалыңыз? Өзімді бір 80-90-дағы көке санап кеттім ғой мен.
Мен жаспын негізі. Қазір де жаспын негізі. Иншалла. Әлі де жаспын деп ойлаймын мен, бірақ сақалым ағарып дегеніңіз болмаса, жүрегім 18-де. Құрметті бауырлар, әзіл ғой енді, кішкентай анау, көп адамдардың анау фарлары өшіп, габарит жанып жатыр екен, аны байқасам. Соны айтатыным, құрметті бауырлар. Енді осы қанша көрдің, оқыдың, соның ішінде жастарымызға айтатын сөзің бар ма дегені ғой. Құрметті жақсылар, елім, жерім деген ой келмей тұрмайды. Қанша аралаймын, қазақтың жерінің көп жерін араладым. Көп жерін, көп аудандарды ауыл ба ауыл, көп облысты аудан ба аудан аралаған жерім бар. Қазақтың сұлу емес жері жоқ. Біліп аңыздар. Қазақтың сұлу емес жері жоқ. Қазақтың жерінің бәрі сұлу. Барлығы әдемі. Бірінен бірі өткен. Анау Ақтаудағы үстіртті айтыңызшы, қандай сұлу Алланың жер бетіне салған оюы. Алатаудың тауын айтыңыз. Ана бұлттар қолтығынан келіп, бұлттың үстінен ар жағынан қарап тұрған биік заңғар көктерді. Ағып атқан 80 көлді айтыңыз. Құмдарымызбенен тіпті ақ топырақ, сар топырақ, қара топырақтарымызды айтыңыз. Құрметті бауырлар, Алла сізбенен бізге көп осындай керемет мемлекет берді. Жер берді, амандық, тыныштық берді. Бірақ соны дамыту сізбен біздікі. Мен өзіме де, сіздерге де кеңес бергім келеді. Құрметті бауырлар, құрметті жақсылар. Қазіргі кезден артық, яғни орыс тілінде айтқанда быть эффективным дейді ғой. Барынша артық, өзімізден де абзал, өзіміздің бір күнімізден де абзал болуымыз міндет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Мән истауа яумаху фахуа мағбун». Кімде кімнің екі күні тең келсе, ол ұтылады дейді. Кешегің менен бүгінгің тең келсе, сен ұтылдың. Кеше жасаған жақсы амалдарың бүгін тағы қайталадың ба, сен ұтылдың. Кешегіден кем жасадың емес, кешегіні қайталай салсаң, сен уже ұтылдың. Сізбенен біз күніге артуымыз керек, асуымыз керек. Сол асатын кең сөзді қысып айтқым келетіні, құрметті бауырлар, бірінші орында өскелең ұрпақ жастарымыздың тәрбиесін берейік. Араңызда әкелер отыр, жас жанұялар отыр, ағалар отыр. Соларға айтатыным, өзіңнің ініңнің тәрбиесінде өзіңді де ұмытпа. Әкелер отыр, өзіңнің тәрбиеңді де ұлыңның тәрбиесінде ұмытпа. Құрметті бауырлар, ұлдарымызды ұлғып тәрбиелейікші. Бетінен қақпаңыз, еркектің бетінен. Еркектің бетінен қақпа. Еркекті өзіне сенімді қып өсір. Бір сөзінде екіленетін қылдырма. Шешім қабылдауды үйрет. Үйіңе қонақ шақырғанда қызмет қылуды үйрет. Қызмет қылсын, сен қандай лауазымды азамат болсаң да, сенің үйіңе қонаққа лауазымы сенен төмен адам келсе де, сен балаңды ананың алдында жоғарылығыңды көргенменен, балаңды сол адамның қызметіне жегіп қой. Жасы үлкенді аға де, жасы кісіні іні де, қолына су құй, нанын турап бер, етін турап бер, табағын алдына ысырып бер, ішіңіз жеңіз. Мына нәрсеңізді алайын деп дастарханды тазалатуды үйрет, қонағын күтуді үйрет. Үйретпесең сағансың. Сен келешек ұрпаққа залымдық қылып жатсың. Біліп алыңыз, біздің ұрпақ қонағын сыйлайтын, өзіне сенімді болатын, ертеңін ойлайтын халық болуымыз керек. Тіліңді үйрет. Құрметті бауырлар, тіл бұл мәдениет. Тіл бұл жан дүние. Сіз қай тілде сөйлесеңіз, сіздің жан дүниеңіз сондай. Сіз қай тілді меңгеріп, қай тілді басқарсаңыз, сіздің ойлау қабілетіңіз, ішкі жан дүниеңіз сол. Жүректің қамшысы тіл деп айтады қазақ. Егер сіз қазақ болсаңыз, қазақ тілін, өзбек болсаңыз, өзбек тілін, өзге ұлт болсаңыз, өзіңіздің ана тіліңізді ұлыңызға, қызыңызға үйретіңіз. Ана тілін білсін. Және сосын барып өзге тілді үйренсін. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген марқұм ақын айтпақшы. Алла жатқан жерінің жәннаты қылсын. Құрметті бауырлар,
тағы бір айтатыным, ұлдың тәрбиесі үйге жауапкершілікті алумен болсын. Істеген ісіне жауап беруді үйретіңіз. Құлағына айта беріңіз. Сен істесең, айтсаң, сөзіңе де, ісіңе де жауабыңды бересің. Ойланып сөйле, ойланып істе. Ойланып сөйле, ойланып істе. Миына тығыңыз әбден. Қызыңызды ибалы қылыңыз. Тәрбиесімен айналсыңыз. Қызыңыз бұл мектеп. Бұл ұлтты тәрбиелейтін мектеп. Ендеше қызыңызды киіміне, жүрісіне, досына, ішіп жеміне көңіл бөліңіз. Қыз бала бұл біздің ең қымбатымыз үйдегі. Жәннат ананың табанның астында дейді, әкенің демейді. Пайғамбарымыз, бір кісі пайғамбарымыздан сұрайды ғой, я Расулалла, қай адамға қызмет қылайын, қай адамға қызметім өтсін десе, 3 рет анаңа деп айтады. Әйел кісінің орны бөлек. Ол әйел кісі қандай болу керек? Бірінші орында иманды, ибалы болу керек. Қазір қыздарымыздың тәрбиесі ақсап баратыр деп айтпаймын, шүкір Аллаға, жаман емес. Қазір қыздарымыз күйеуге тиген кезде де ойланады. Мен кімге бара жатырмын? Қандай деп мақсаты бар. Қазір қыздардың көпшілігі ойланады. Керісінше ұлдарымыз ойланбайды үйленетін кезде. Келін алып келді, әйтеуір бір қызды алып келе салады. Мақсаты жоқ. Сол үшін үйленгеннен кейін көп жігіттің желі шығып кететіні содан. Анау, оның мақсаты сол ғой, үйлену. Үйленгеннен кейін мақсат орындалды ғой, иә? Болды. Енді қызықпайды. Үйге келіншегі алып келеді да, келіншегін үйге тастайды, өз бойдақшылығы өмір кешеді қайтадан. Істеп қойдың ғой дейді, іс істедім. Жоқ, олай емес, құрметті бауырлар. Жанұя болуға тәрбиелеңіз. Жауапкершілік, сен әке боласың, айтқан сөзіңнің бәрін ана кішкентай балалар жаттап алады. Істеген ісіңнің бәрін жаттап алады. Не істейсің, не айтасың, сөзіңе, ісіңе көңіл бөл. Үйдемін деп жалаңаш жүрме, үйдемін деп аузыңа келген ақ ит, көк ит кіріп шығарма. Құрметті бауырлар, айтатын сөзге бірақ қортып айтқым келетіні, құрметті жақсылар, мұсылман боласыз ба, білім үйреніңіз. Ең бірінші қадам білім. Білімсіз күнің жоқ, білімсіз күнің қараң. Құрметті бауырлар, біз істің бәрін күшпен шешпейміз. Біз батыр халықпыз, иә. Батыр халықпыз. Тарих бетінен мысал айт десеңіз, мен таңға шейін айтатын мысалым бар. Таңға шейін тарих кітаптарын ашып сіздерге айтып бере аламын, бабаларымыздың батырлығы туралы. Дәлелдеп бере аламын. Өзге ұлттан батырлықта абзал екендігімізді, военное дело дейді. Әскери іс жағынан қазақтан артық халық жоқ екенін дәлелдеп бере аламын. Жер бетіндегі ең үлкен, ең мықты әскер қазақтан шыққан. Шыңғыстың әскерінің көпшілігі қазақ еді. Араб халқының халифаттың ең мақтан тұтатын әскері қазақ еді. Өте көп мысалдар бар. Айтқым келгені, құрметті бауырлар, батырлық бір бөлек. Қазақ халқы әуел баста айтқан, білімді мыңды жығады, білекті бірді жығады деп айтады. Күш жинама, білім жина деп айтады. Күш қазіргі кезде қаламның ұшында. Құрметті жастар, білім оқыңыз, мамандық егелеңіз, өмірдегі орныңды тап. Абай атамыз, сен де бір кірпіш дүниеде кетігің тапта барғалан дейді. Сол үшін айтатыным, жұмыссыз жатпаңыз, әрекетсіз жатпаңыз, білім іздеңіз. Бірінші орында білім. Барлық проблеманы біліммен шешіңіз. Барлық мәселені біліммен шешсеңіз, неше жылдық білім болады, неше жылдық береке болады. Білім үйреніңіз, білім үйретіңіз. Екінші қадам, құрметті бауырлар, көркем мінез, әдеп. Біздің қазақтың даласына келген шет ел азаматтар айтады, өткенде экспоға келген кісілер айтады. Не сездің десе, Астанаға келдім, адамдардың барлығынан қорықтым дейді. Тура сол бір адамның бір затын тартып алғанмын ау дейді, мен қазақтың затын тартып алған сияқты сездім. Бүкіл барлық адам маңдайы тырысып қалған, бырысып қалған дейді. Күлуді білмейміз ғой, білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, садақаның ең жеңілі мұсылман бауырға жымиғаның дейді. Мешітке кіргеннен бастап әдет қылсаңшы, көшеде жүргеннен бастап жымиюды әдет қылсаңшы, мынау екі езуді ше көтерсеңіз сау. Ұзақ емес, оңайы, мынаны көтерсеңіз болды. Мына екі нәрсе көтерсеңіз, садақа алып атсыз, жинап атсыз сол жерде. Болды. Әшейін жымиып қараңыз.
Бұл сол садақа, сол сенің берген бауырыңа сыйлығың, сенің жүрегіңнің бір бөлшегін бердің оған. Неге? Өйткені сіз өзіңіз ойлаңызшы, бір өзіңіздің бауырыңызға жылы, жұмсақ қып қараңызшы. Не табасыз? Тырысып қалған маңдай табасыз ба? Жоқ, ол да сізге жұмсарады. Сол үшін айтатыным көркем мінез. Пайғамбарымыз тараздағы ең үлкен нәрсе көркем мінез деген. Және үшінші нүкте бірлік. Білім, көркем мінез, бірлік дегім келеді. Біз біріккен кезде аспандағының бәрін алдық. Біздің біріккен кезімізде қайысқан, жер қайысқан қолдарды тізе бүктірдік. Біз біріккен кезде алынбайтын қамал болған емес. Москваның жанына шейін біздің жер еді. 5 облысымыз біздің жер еді. Соның бәрінен айырылғанбыз. Анадан да мынадан да айырылғанбыз. Асыл 5 арысымыздан да бәйтеректерімізден де айырылғанбыз. Бір-бірімізді шұқимыз деп молдаларымыздан да айырылғанбыз. Бірімізді шұқимыз деп арыстарымыздан да айырылғанбыз. Құрметті бауырлар, бізді бірлік жинайды және алауыздық біздің түбімізге жетеді. Сіздерге өзіме айтатыным білім іздейік, көркем мінез іздейік және бір болайық. Осы үшеуін тапсақ, Алла тағала қалғанның бәрін алдымызға әкеп иіп береді деп ойлаймын. Дұға қыламыз о дейме? Құрметті жамағат, енді 2 сағатқа қарай кетіп бара жатыр. Жиылысымыз көптеген адамдар шаршап отыр. Бірақ енді әлі де сұрақ қойғысы келген адамдар бар, түсініп отырмыз. Бірақ енді ұстазымыздың өзі де алыс сапардан келді, білесіздер. Соған құрметпен қараңыздар. Осымен жиылысымызды тамам қылсақ дейміз. Сосын жамағатпен құптан намазын оқып, осы жерден тарқазатын боламыз. Ұстаз, жамағатқа бір бата беріп жіберсеңіз. Уа Аллахым барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымыз кешіргесін, дерт сырқат науқастарымызға шипа бергесін, дүниеден өткендерімізді жарлыққа қайғасын. Раббым, Аллахым елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер, исламға қуат бер, мұсылманға бірлік бер. Осы қол жайып отырғандардың дүниелік, ақыреті қандай да талап тілектері болса өзің қабыл ет. Бирахматика я архамар рахимин.